Қазақтың кең байтақ даласының қақ ортасында, жасыл шөптер еркін желмен тербеліп, ақселеулер ежелгі аңыздарды сыбырлаған жерде, Тәңір тауының құдіретті таулары көк аспанға тиіп тұрған жерде, Асқар байдың жайлауы деп аталатын үлкен иелік жатты. Асқар бай қаталда аз сөйлейтін адам еді. Оның байлығы ақшамен емес, сансыз қой отарлармен және жылқы табындармен өлшенетін. Ал оның сөзі барлық айналадағы ауылдар үшін заң болатын. Оның дала желінен тозған және күнге киген жүзінде ежелгі мұңның іздері сақталған, ал тереңде өткір көздері ғасырлар даналығын бейнелейтіндей еді. Оның иелігінің ортасында, кең алаңда, мықты ағаш қоршаумен қоршалған, жылқыларды үйретуге арналған үлкен арена орналасқан. Бұл жерде жылқылардың да, адамдардың да күші мен рухы сыналатын. Міне, осы жерде тірі аңыз, соншалықты жабайы және бағынбайтын жаратылыс патшалық көрді. Оның атын айтудың өзі қорқыныш пен таңданыс тудыратын. Тұлпар, бұл сирек кездесетін сұлулық пен күштің иесі. Мүмкін, ежелгі түркі жауынгерлерінің аты аңызға айналған тұлпарларының ұрпағы, күн батардағы дала күніндей алтын қызыл түсті айғыр еді. Оның бұлшық еттері әрбір қимылында жылтыр терісінің астында ойнап, ал көздері бағынбайтын отпен жанып, ең батыл жылқышылардың да жүрегіне үрей салатын. Тұлпар жай ғана ат емес еді. Ол еркін дала рухының, жүген білмейтін бостандықтың бейнесі болатын. Қазақстанның түкпір-түкпірінен Алтайдан Каспийге дейін көптеген атақты шабандоздар, даңқты бапкерлер Асқар бай уәде еткен мол сыйлыққа қызығып, бақтарын сынауға келетін. Бірақ олардың барлығы жайлаудан қорланып, сүйектері сынып, үміттері үзіліп қайтатын. Егер тұлпардың жабайы қағары мен ежелгі күшін көріп, зәрелері ішіп, жай ғана бас тартпаса. Даланың ұлы тыныштығынан алыста, тау бөктеріндегі үлкен қаланың шулы, шаңды көшелерінде, бәлкім, Алматы немесе Шымкентте, өмір қайнап, шығыстың барлық бояуларымен көбіліп жатқан жерде, арман атты бала күн сайын өмір сүру үшін жан алып, жан беріп күресетін. Оған 12, мүмкін 13 жас болар, бірақ көздері жасына сай емес, көп нәрсені көрген еді. Арман үйінде, отбасында есіне түсіре алмайтын. Көшелер оның жалғыз баспанасы, аштық оның мәңгілік серігі, ал суық, жиі түнгі қонағы болатын. Күндерін қиылыстарда көліктердің әйнектерін сүртіп, өтіп бара жатқандарға ыстық бауырсақ немесе ұсақ түйек заттар сатып, базардан ауыр сөмкелерді тасып, азғантай тиын тебенге үміттеніп өткізетін. Киімі жыртық тесік, жалаң аяқ, жаралы аяқтары қатты асфальтқа үйреніп кеткен еді. Соған қарамастан, осы жоқшылықтың ортасында арманның көздерінде бір ұшқын, бір күні тағдырдың оған күлімдейтініне деген жасырын үміт оты бар еді. Бұл үміт оның жалғыз жұбанышы, ескі үйдің кіреберісінде немесе тасқынды өзеннің астындағы көпірдің астында бүрсіп өткізетін шексіз, жалғыз түндердегі жалғыз демеуі болатын. Бір күні жаздың ыстық кешінде, арман қала шетіндегі даладан жинап алған бірнеше бума дала гүлін сатпақ болып жүргенде, кездейсоқ жақын маңдағы шайханада отырған екі кісінің әңгімесін естіп қалды. Олар Асқар бай мен оның бағынбайтын аты Тұлпар туралы сөйлесіп отыр еді. Айтуларына қарағанда, қарт Асқар сол шайтанды бағындыра алған адамға 100 000 теңге берем дейді. Деді бірі. Бірақ бұл ессіздік. Ешкім оны жеңе алмайды. Ол ат қарғыс атқан. Кімде кім тырысып көрсе, не мүгедек болып қалады, не есінен адасады дейді. Екіншісі маңызды түрде қосты. Мүмкін, Асқар бай Тұлпардың бағынғанын шынымен қаламайтын да шығар. Мүмкін, ол жай ғана басқалардың сәтсіздігін тамашалап, аттың жабайлығы арқылы өз күшін растап, рахаттанатын шығар. Бұл сөздер арманның жүрегіне найзадай қадалды. Тұлпар, Асқар бай, 100 000 теңге. Оның алдында тұтас бір әлем, беймәлім әрі сиқырлы әлем ашылып жатқандай еді. Оны ақшадан гөрі, бағынбайтын жаратылыс, мүмкін еместей көрінген сынақ көбірек қызықтырды. Сол сәтте оның жанында оғаш бір табандылық оты тұтанды. Сол түні арман көзілмеді. Ескі жарнама қалқанының астындағы әдеттегі баспанасында жатып, Тұлпарды тынымсыз ойлады. Оның күшін, жабайы сұлулығын елестетті. Өмірінде бірінші рет күресуге тұрарлық бір нәрсе, өміріне мән беретін бір мақсат бар екенін сезінді. Жайлауға қалай жететінін, не айтарын, тіпті жақындауға рұқсат берер-бермесін де білмеді. Бірақ тырысып көру керектігін білді. Оның несі бар еді жоқ етатын. Көшедегі өмірі онсыз да күнделікті жеңілеседі. Бұл сынақ қаншалықты ессіз болып көрінсе де, басқа бір нәрсеге, жоқшылықтан құтылуға деген жалғыз үміті еді. Ең кейін сәттерде тұтана алатын бұл үміт ұшқыны көбінесе өміріміздегі ең үлкен өзгерістердің қозғаушы күші болып табылады. Егер сіз де үміт пен арманның күшіне сенсеңіз, осы видеоға лайк басып, арманның хикаясының дамуын бақылау үшін арнамызға жазылу арқылы қолдауыңызды көрсетіңіз.
Tanının alğaşqı söwlelermin Arman mаңызды şeşim kabıldады. Ol azğantay zatların eski, jartı paltosu min kişiden kalgan jartılay jelingen nanın jinap, bilgisizlikке bet aldı. Askar baydың jaylauının kayda ekenin naқты bilmedi, tek onun alısta, taularda nemesi şeksiz dalada ekenin bildi. Odan budan surastırıp, жалпы бағытты bilip aldı. Жол uzaq әрі қиын еді, әсіресе оның жағдайындағы балашын. Ол аптап күннің астында сағаттар бойы, шаңды жолдармен, және құрғақ төбелер мен тік шатқалдар арасында жоғалып кететін соқпақтармен жүрді. Аяқтары қанап, асқазаны аштықтан бұралып жатты, бірақ тұлпардың бейнесі мен жаңа өмірге деген әлсіз үміт оны алға жетеледі. Осы уақытта Асқабай өзінің оқшауланған иелігінде қала көшелерінен келген кішкентай, бейтаныс баланың тағдыры мен оның тағдырының қиылысатынын білмегенде еді. Өзі ежелгі, текті қазақ руының ұрпағы, жайлауды және қомақты байлықты мұра етіп алған, бірақ сонымен бірге терең тамыр жайған меланхолияны да. Айтуларынша, жастық шағында үлкен махаббатты бастан кешірген, бірақ оны қайғылы түрде жоғалтқан. Бұл оның жүрегін жаралап, адамдарға деген сенімін жоғалтқан. Тұлпар, мүмкін, оның өзін жақын сезінетін жалғыз жаратылысы еді. Мүмкін, оның бағынбайтын табиғатында өзінің жаралы жанынан бір нәрсе танығандықтан. Атты бағындыру сынағы ол үшін көбінесе бір әуестік, бақылаусыз болып көрінген нәрсені басқаруға тырысу. Мүмкін, көмек сұраған үнсіз айқайы еді, тек атты ғана емес, өзінде түсіне алатын біреуге. Арманның белгісіз қазақ даласына сапары нағыз одиссея болды. Жаздың күні аюсыз ыстық болып, топырақ жолдарды жауындаған жолақтарға, тастарды ыстық лаваға айналдырды. Сирек өскен талдар мен құрғақ бұталар аз ғана көлеңке берді. Аштық барған сайын күшейіп, өзімен бірге ала алған азғантай суы бірінші күннен ақ таусылған еді. Талай рет әлсіздік оны тізе бүктірді. Жол жиегінде отырып, қансыраған аяқтарына қарап, үмітсіздікке бой алдырды. Мен мұнда не істеп жүрмін, деп күбірледі ол. Мен кіммін, бір аңызға қарсы шығатын. Жақсысы, өз сорыма қайтайын. Ең болмаса сол жерде қалай өмір сүруді білемін. Бірақ содан кейін тұлпардың маңғазда жабайы бейнесі қайтадан ойына оралып, қауіп ретінде емес, бостандық уәдесі ретінде келді. Онымен бірге адамдардың көздеріндегі менсінбеушілік, ішін күйдірген аштық, көшелердің жалғыздығы есіне түсті. Сөйтіп, ол жаңа, қайсар бір шешіммен қайтадан орнынан тұрды. Жол жөнекей аз адамдармен кездесті. Кейбір шопандар оған күдікпен қарады, басқалары оны елемеді. Бір күні кішкентай, ұмытылған ауылдан өтіп бара жатқанда, тас үйінің босағасында отырған қарт әйел оны шақырды. Оның бейшара халін, бала көздеріндегі шаршауды көрді. Көп сөз айтпастан, оған үлкен бір кесек нан, бірнеше зәйтін және құдығынан бір кесе салқын су берді. Арман оған қалай алғыс айтарын білмеді. Ашқарақтықпен жеп, күшінің қайта оралғанын сезді. Қарт әйел одан қайда бара жатқанын сұрады. Арман оған Асқарбайдың жайлауы мен тұлпар туралы айтқанда, әйел шоқынып, немесе араб-мұсылман контекстіне сәйкес кез келген діни белгі. Мысалы, бисмилла деп айту. Балам, деді ол байсалды үнмен, ол атқажын еленген. Көптеген адамдар тырысты, ешкім жеңе алмады. Асқабай қатал адам. Өте сақ бол. Қарт әйелдің сөздері, уайымға толы болса да, Арманның көңілін түсірмеді. Керісінше, оның мейірімділігі оған көбірек батылдық берді. Күндер бойы үздіксіз жүргеннен кейін, жабайы шатқалдар мен кейін тау бөктерлерінен өтіп, Арман ақыры алыстан Асқабайдың жайлауының биік камал тәрізді дуалдарын көрді. Олар бекіні сияқты көтеріліп, күш пен оқшауланудың символы, қазақтың дәстүрлі сәулет өнеріне тән еді. Жүрегі қатты соға бастады. Үлкен, темір қақпаға жеткенде, қатал, күдікті жүзді екі қарулы күзетші оны кенеттен тоқтатты. Олардың киімдері қара түсті еді, ал жалпы көріністері қорқыныш тудырды. Мұнда не керек, бала, деп сұрады олардың бірі дөрекі, қорқынышты үнмен. Жергілікті диалект ауыр және түсіну қиын еді. Арман қорқынышын жасыруға тырысып, жауап берді. Мен Асқабайға келдім. Ат үшін, тұлпар үшін. Күзетшілер қатты, мысқылды күлкіге басты. Қараңдар, кім тұлпарды үйретуге келгенін, деді бірі екіншісіне. Көшеден келген бір босек. Кет бұл жерден, қалдық, әйтпесе тепкілеп қуып шығарамыз. Тұлпар сен сияқтыларды таңғы асқа жейді. Бірақ Арман орнынан қозғалмады. Мен кетпеймін, деді ол тұрақты үнмен, тізелері дірілдеседі. Асқабай мені көргенше осында күтемін. Күзетшілер оған таңдана қарады. Олар мұндай табандылыққа, әсіресе осындай кішкентай және кедей киінген бөтен адамнан үйренбеген еді. Не істесең, оны істе, деді бірі иығын көтеріп. Бірақ қақпаны саған ашамыз деп күтпе. Асқабай босектарды қабылдамайды.
Arman jol jiyegindeki toprak jolda, dura kakpanın aldında oturdu. Onun közlerindeki şişimdilik mızgımas edi. Gün bata bastadı, jaylovdun kamaldarından uzun, korkınışlı kulenkiler tsirdi. Kazak dalasında tın soğuk, jene belgisiz dıbıstarga tola edi. Arman eski paltosun aynalasına orap, jılınuğa tırstı. Kütudun keyin bulatının bildi, bırak berilü mümkündigi joğu edi. Kaydan ekini belgisiz, alıstan kattı, jaba ekisine gen dıbıs istedi. Ol tulpar edi. Bul dıbıs, onu korkutudun uğruna, yüregin uğaş bir kütü sezimimin toltırdı. Armanның jaylov kakpasındağı tabandlığı toluk 3 günge sozuldu. Ayr tаңda, күн шықпай тұрып, ол сол жерге келіп, кешке дейін бір ауыз сөз айтпастан, тек үмітпен күтетін. Күзетшілер бірінші күнгі мысқылдарын жоғалтып, оның орнын бір түрлі таңданыс, тіпті оның төзімділігіне деген жасырын құрмет сезімі алған еді. Түндері жайлау дуалдарының сыртындағы бір ағаштың қуысына тығылып, күндіздері күзетшілер көрмейтін жерден жайлаудың ішін, әсіресе тұлпардың сталатындығы айтылған ат құраларды бақылауға тырысатын. Аштығын жол бойы жинаған бірнеше жабайы шөппен немесе күзетшілердің қалдырған, кейде әдейлеп ол үшін сақтағаннан үгінділерімен басатын. Bir rет, қарт бір жылқышы ат бағушы оған жасырын түрде, бір құмыра су мен бір кесек ірімшік әкеліп берген еді. Ер адамның көздерінде аяушылық пен қызығушылық бар еді. Неге сонша табандылық танытасың, балам, деп сұраған еді ол сыбырлап. Бұл ат шайтанның өзі. Осы күнге дейін ешкім оған тізе бүктіре алмады. Арман тек күлімсіреумен шектеліп, мүмкін, ол тек түсіністік қалайтын шығар, деген еді. Қарт жылқышы бұл жауапқа таң қалып, басын шайқап кеткен еді. Бірақ сол күннен бастап Арманға деген көзқарасы жұмсара түскен болатын. 4-ші күннің таңында күзетшілердің бірі, Али, Асқар байдың таңғы асын ішіп отырған үлкен айванға шықты. Асқар бай әдеттегідей қабағын түйіп газетін оқып отыр еді. Али сәл тартыншақтап, аға, деді, қақпада бір бала бар. 3 күннен бері сол жерде күтіп отыр. Тұлпар үшін келдім дейді. Асқар бай газетінен басын көтерместен, тағы да ма? Деп үңкілдеді. Әр апта сайын бір жынды шығады. Көп жіберіңдер. Али жытынып алды. Аға, бұл бала басқаларға ұқсамайды. Өте, қайсар. Үсті басы алба жұлба, аш екені көрініп тұр. Бірақ көздерінде бір от бар. Еш шағымданбайды, тек күтеді. Асқар бай бірінші рет қызығушылық танытқандай газетін түсірді. Неше жаста? Деп сұрады. 10-12. Мүмкін, одан да кіші, аға. Бірақ көзқарасы әлдеқайда ересек. Асқар бай бір сәт ойланды. Ол бұл жайлауда жылдар бойы болған, сансыз адамдармен араласқан. Бірақ мұндай табандылықпен, мұндай үнсіз қарсылықпен бірінші рет кездесіп отыр еді. Ішінде басып тастауға тырысқан бір қызығушылық оянған болатын. Жарайды, деді ол ақыры. Әкеліңдерші сол баланы. Көрейік, не дерті бар екен. Күзетшілер Арманды Асқар байдың алдына алып келгенде, бала әрі қуанып, әрі сәл қобалжып тұр еді. Асқар бай айвандағы салтанатты креслосында отырып, оны бастан аяқ сызып шықты. Арман бұл бай әрі құдіретті адамның алдында өзін өте кішкентай сезінді. Бірақ тік тұруға тырысты. Демек, тұлпарды үйреткісі келетін сенсің, солай ма? Деді Асқар бай даусында не мысқыл, не ашу жоқ еді, тек таза қызығушылық. Арман басымен иә деді. Атың кім сенің? Арман, аға. Ал, Арман, бұрын атқа мініп көрдің бе? Аттармен қарым қатынасың қалай? Арман шынын айтты. Жоқ, аға. Бұрын ешқашан атқа мініп көрмегенмін. Тіпті атты жақыннан көруім осы бірінші рет деуге болады. Асқар байдың қастары сәл түйілді. Бұл жауап ол күткеннен мүлдем басқаша еді. Әдетте желетіндер не өткен жетістіктерімен мақтанатын, не өздеріне шектен тыс сенімді болатын. Бұл баланың шыншылдығы мен пәктігі оған әсер еткен еді. Онда неге сенесің, Арман? Деп сұрады. Тұлпар осы күнге дейін ең мықты шабандоздарды да үстінен лақтырып тастады. Көп ауыр жарақат алды. Ол ойыншық емес, өлімшіл жануар болуы мүмкін. Ал сен не бәрі баласың, әрі арық баласың. Арман көзін Асқар байдың көзінен алмастан, білмеймін, аға, деді. Бірақ ішімде бір сезім бар. Онымен тіл табысы алатынымды сеземін. Оған зиян келтіргім келмейді, тек оны түсінгім келеді. Асқар бай ұзақ уақытынсыз қалды. Баланың көздеріндегі сол пәк әрі қайсар терезге қарап тұрды. Бұл балада ақшаға деген құмарлық, немесе атаққа деген құштарлық жоқ еді. Тек түсініксіз бір байланыс орнатуға деген ниет, мүмкін, тұлпардың жалғыздығын түсінетін бір жан бар еді. Асқар байдың әдетте әсте жасамайтын бір істі жасауына себеп болған бұл пәк қайсарлық, кейде ең күтпеген есіктердің ашылуына себеп болуы мүмкін.
Егер siz de осындай сәттерге сенсеңіз, біздің хикаямыздың жалғасын жіберіп, алмау үшін арнамызға жазылуды ойластыра аласыз. Ақырында Ақсаубай терең тыныс алды. Жарайды, Арман, деді. Мен саған бір мүмкіндік беремін. Бірақ бір шартпен. Егер тұлпар саған ең кішкентай зиян келтірсе, немесе істердің бақылаудан шыққанын сезсем, дереу араласамын, және бұл сынақ сол жерде аяқталады. Түсіндің бе? Арманның жүзінде шаршау мен аштықтың өшіре алмаған бір күлкі пайда болды. Түсіндім, аға. Рахмет сізге. Сол сәтте не Ақсаубай, не Арман бұл шешімнің тек бір аттың үйретілуінен әлдеқайда көп нәрсені өзгертетінін білмеген еді. Келесі күні таңертең жайлауда ерекше бір қарбалас болды. Ақсаубайдың бұйрығымен тұлпардың тұрған үлкен аренасы дайындалған еді. Жайлаудың барлық жұмысшылары, жылқышылар, қызметшілер, тіпті аспаздар да қызығушылықпен аренаның айналасына жиналған болатын. Кейбіреулері Арманға аяушылықпен қараса, кейбіреулері бұл кішкентай баланың осындай қауіпті іске кірісуіне мағына бере алмайтын. Ақсаубай аренаның шетіндегі арнайы ложасында орналасқан еді. Оның жүзі әдеттегідей ешқандай жымеусіз еді, бірақ көздеріндегі шиеленіс мұқият көзқарастардан жасырын қалмайтын. Ал Арман болса, аренаның ортасында жалғыз өзі тұрған еді. Үстінде қарт жылқышының оған берген таза, бірақ жамаулы көйлегі бар еді. Аяқтары жалаң аяқ еді, бірақ тұрысы бұрынғыдан да тік еді. Ақырында аренаның үлкен ағаш қақпалары сықырлап ашылды да, тұлпар екі жылқышының әрең дегенде ұстап тұруға тырысқан күйінде ішке кірді. Қап-қара терісі терден жылтырап, көздері от шашып тұрды. Мұрнынан ашумен пысқырып, күшті тұяқтарымен жерді теуіп жатты. Жылқышылар шылбырын босатқан сәтте, тұлпар аренада бір күйінде айнала бастады. Кіснеп, шаввая қалып, айналасына қорқыныш салды. Көрермендер арасында бір шу көтерілді. Көбісі Арманның алғашқы минутта қашатынын ойлады. Бірақ Арман орнынан қозғалмады. Тек тұлпарды бақылап тұрды. Оның әрбір қимылын, әрбір реакциясын түсінуге тырысып тұрғандай еді. Оның жүзінде не қорқыныш, не қарсылық жоқ еді. Тек терең бір тыныштық пен құрмет. Тұлпар бірнеше айналым жасағаннан кейін, аренаның ортасында тұрған бұл кішкентай, қозғалмайтын фигураны байқады. Алдымен таң қалды, содан кейін ашумен оған қарай бір шабуыл жасады. Көрермендердің тынысы тарылды. Бірақ Арман тағы да қозғалмады. Тек жұмсақ үнмен тұлпарға қарай сөйлей бастады. Не айтқаны түсініксіз еді, бірақ дауыс ырғағы соншалықты тыныштандыратын, соншалықты мейірімге толы еді. Тұлпар кенеттен тоқтап қалды. Таңданыспен басын бір жаққа қисайтты. Бұл дауысты тыңдап тұрғандай еді. Арман баяу, өте баяу қолын қалтасына салды да, сол жерден, бір түн бұрын Ақсаубайдың асүйінен жасырын түрде алған бір алманы шығарды. Алманы алақанында ұстап, баяу тұлпарға қарай ұсынды. Тұлпар алдымен тартынды. Мұрнын алмаға қарай созды, ескеді. Көздері әлі де күдікпен қарап тұрды. Арман еш асықпастан, сол жұмсақ үнмен сөйлеуін жалғастырды. Минуттар өтіп, аренадағы шиеленісті күту жалғасып жатты. Тұлпар бірнеше рет тағы да Арманға қарай шабуыл жасайтындай болды. Бірақ әр жолы Арманның тыныштығы мен сол жұмсал үні оны тоқтатты. Ақырында тұлпар баяу Арманға жақындады да, қолындағы алмадан бір тістем алды. Сол сәтте аренада тырс еткен дыбыс жоқ еді. Барлығы тынысын ішіне тартып, бұл ғажайып көріністі бақылап тұрды. Тұлпар алманы бітіргеннен кейін, басын Арманның иығына сүйегінде етті. Арман баяу қолын көтерді де, тұлпардың сол жібектей жалын сипай бастады. Аттың күшті денесі Арманның жанасуымен баяу-баяу босаңсып жатты. Көздеріндегі сол жабайы от сөніп, орнын бір түрлі мойынсынумен тыныштық алған еді. Арман минуттар бойы тұлпарды сипап, онымен сөйлесті. Содан кейін, тағы да өте баяу және тыныш қимылдармен тұлпардың арқасына қарай жақындады. Барлығы енді не болатынын қызығушылықпен күтіп тұрды. Егер Арман тұлпардың арқасына шығуға тырысса, аттың оны үстінен лақтырып тастайтынына сенімді еді. Бірақ Арман шықпады. Тек тұлпардың қасына жақындап, басын оның қабырғасына сүйеді де, сол жерде солай тұрды. Тұлпар да қозғалмады. Санки жылдар бойы іздеген бір досын тапқандай еді. Ақсаубай ложасынан бұл ғажайып көріністі бақылап тұрғанда, көздерінің жасқа толғанын сезді. Жылдар бойы жалғасқан сол табандылық, сол күрес, бұл кішкентай баланың пәк махаббаты мен сабыры алдында еріп кеткен еді. Тұлпар үйретілмеген еді, тұлпар түсінілген еді. Және бұл, кез келген үйретуден әлде қайда күшті бір байланыс еді. Арман баяу тіктелді, тұлпардың көздерінің ішіне қарады да, күлімсіреді. Содан кейін, санки әлемдегі ең табиғи нәрсе екеніндей, тұлпардың арқасына қарай жеңіл ғана еңкейді. Ат, санки мұны күтіп тұрғандай, тізелерін жеңіл ғана бүгіп,
Armanның arkasına minуіне көмектесті. To'qimsiz, жүгенсіз, тек жалаңаш бір сенімме. Және Tulpar arkasında Armanмен бірге, arenada bayу және mangaz adamдармен айнала бастады. Сол күні Tulpar бір бала тарапынан бағындырылмаған еді. Tulpar бір балаға жүрегін ашқан еді. Arenaдағы сол сиқырлы сәттен кейін терең тыныштық орнады. Жұмысшылар көздеріне сене алмай, Асқар бай болса ложасында қатып қалған еді. Арман Tulpar'дың үстінен баяу түсіп, аттың мойнын тағы бір рет мейірімен сипады. Tulpar тыныш қана жанында тұрды. Енді сол бұрынғы жабайлығынан ешқандай белгі қалмаған еді. Арман Асқы байдың тұрған жеріне қарай жүрді. Оның жүзінде не мақтаныш, не менмендік жоқ еді. Тек атқарған ісінің тыныштығы оқылатын. Асқы бай өзіне келу үшін бірнеше секунд күтті. Содан кейін ауыр қадамдармен ложасынан түсіп, Арманның алдында тұрды. Оның көздерінде жылдар бойы ешкім көрмеген бір жүйе бар еді. Таңданыш және мүмкін, сәлвиялу. Сен жеңдің, Арман, деді Асқы бай. Дауысы әлі де таңданыстың әсерінде еді. Жылдар бойы ешкім жасай алмағанды жасадың. Сөзім сөз, 100 000 теңге сенікі. Арман басын сәл төмен еңкейтті. Рахмет сізге, аға, деді. Бірақ мен ақшаны қаламаймын. Асқы бай таң қалды. Не дедің, қаламаймын? Бұл сенің құқығың. Tulpar'ды үйреттің. Арман көзін жерден көтерместен. Мен Tulpar'ды үйретпедім, аға, деді. Тек оны тыңдадым. Оның не қалайтынын түсінуге тырыстым. Ақша үшін келмедім бұл жерге. Асқы байдың таңданысы одан сайын артқан еді. Онда не қалайсың, Арман? Тіле менен не тілесең? Арман бір сәтті артынды. Содан кейін. Батылдығын жинап, аға, деді. Менің жалғыз тілегім, басымды тығатын жылы бір орын, қарнымды тойдыратын бір үзімнан. Және егер мүмкін болса, оқығым келеді. Мектепке барғым, бір нәрселер үйренгім келеді. Бұл сөздер аренадағы барлық адамдарды, әсіресе Асқы байды қатты толқытқан еді. Бір бала бір байлықты қолының сыртымен итеріп, орнына тек негізгі адамгершілік қажеттіліктерін және оқуға деген құштарлығын білдіріп тұр еді. Асқы бай өмірінде бірінші рет өзін соншалықты дәрменсіз және сонымен бірге соншалықты үмітті сезінді. Бұл бала оған ақшаның сатып ала алмайтын бір сабақ берген еді. Асқы бай Арманның иығына қолын қойды. Арман, деді дауысы дірілдеп. Сен бүгін тек Tulpar'ды ғана емес, мені де өзгерттің. Қалаған нәрсеңнің бәрінен де артығына ие боласың. Бұл жайлау енді сенің де үйің саналады. Менің дастарханымда тамақтанасың. Осы шаңырақтың астында қауіпсіз ұйықтайсың. Және мектепке барасың. Ең жақсы мектептерде оқуың үшін не қажет болса, бәрін жасаймын. Арманның көздерінен жас парлап кеткен еді. Бірақ бұлар қайғы емес, қуаныш көз жастары еді. Өмірінде бірінші рет біреу оған құндылық беріп, оған болашақ уәде еткен еді. Асқы байға қатты құшақтады. Сол күні сол аренада тек бір ат пен бір бала арасында ғана емес, сонымен бірге екі жаралы жан арасында да күшті бір байланыс орнаған еді. Сол түннен бастап Арманның өмірі түбегейлі өзгерді. Енді көшелерде жатпай, Асқы байдың қонақ үйіндегі жайлы бөлмесінде, таза төсегінде ұйықтайтын болды. Әр таңда жайлаудың аспазы дайындаған ыстық тамақтар мен қарнын тойдырып, содан кейін Асқы байдың арнайы көлігімен ауылдағы мектепке баратын. Мектептің алғашқы күндері сәл қиын болған еді. Басқа балалар оған көше баласы деп мазақ етіп, кейбір мұғалімдер оның соншалықты қысқа уақыт ішінде басқаларға жете алатынына онша сенбеген еді. Бірақ Арман Tulpar'ға көрсеткен сабыры мен қайсарлығын мектепте де көрсетті. Түндері Асқы байдың кітапханасындағы шам жарығында сағаттар бойы сабақ оқып, түсінбеген жерлерін Асқы байға немесе қарт жылқышыға сұрайтын. Қысқа уақыт ішінде зеректігі мен білімге деген құштарлығы мен барлығын таң қалдыруды басқарды. Енді тек әріптерді танумен ғана шектелмей, хикаялар оқып, әлемді танып жатты. Бір баланың өміріндегі осындай үлкен өзгеріс, дұрыс мүмкіндіктер мен сәлде болса мейірімділікпен не нәрселерге қол жеткізуге болатынының ең жақсы дәлелі. Егер сіз де білім берудің және екінші мүмкіндіктердің күшіне сенсеңіз, бұл видеоны бөлісіп, басқа адамдарға да шабыт бере аласыз. Арманның жайлаудағы және мектептегі жетістігі қысқа уақыт ішінде барлығының аузына түскен дастан болды. Енді оған ешкім көше баласы демей, керісінше оның қайсарлығы мен зеректігіне таң қалатын. Tulpar мен достығы болса, мүлдем басқа деңгейге жеткен еді. Әр күні мектептен кейін тікелей Tulpar'дың қасына жүгіріп, сағаттар бойы онымен сөйлесіп, мұңын шағып, кейде үстіне мініп, жайлаудың кең байтақ жерінде желмен жарысатын. Tulpar Арманнан басқа ешкімді үстіне мінгізбей, ең бір тентек кезінде де Арманның бір сыбырымен тынышталатын.
Bul erikşe baylanish jaylovdagi barliq adamlar üçün bir ümid ben suyispenchilik ko'zi bo'lgan edi. Jonivorlarning o'zi Armanning aynalasida meyrimdirek bo'lib, jaylovding jalpa atmosferasi tinish ari jayli bo'la tisken edi. Asqarbay bo'lsa, Armanды tanigan sayin ishindagi sol muz qabirg'alarning bayu erib jatganini sezetin. Endi ol burungi qatal, alis adam emas edi. Ko'vrik kulimsirib, жұмысшылар men ko'vrik әңгімелесіп, tipti keydi Arman men birge tulparda ko'ruge baratin. Armanga tek kam qo'shi g'ana emas, sonымен birge akidi qaray bastag'an edi. Oğan ömürlük tecrübelerin aytıp, sabahtarına kömektesip, onымен bulaşakka öyle armandar kuratın. Arman asko baydın ömürüne bir kіндей tuğup, жылдар бойы umutkan жылулық пен suyispençilikті oğan kayta esine salgan edi. Asko bay endi baylığının en ülken baylığı ақша немесе mal-мүлік емес, Arman siyahtı doska, bir olğa iyi bolu ekenen tісінген еді. Бірнеше жылдан кейін Arman endi жас жігіт болған еді. Мектебін үздік бітіріп, ауыл шаруашылығы инженерлігін оқу үшін үлкен қаладағы бір университетке баруға дайындалып жатқан еді. Асқылыбай онымен қанша мақтанса да аз еді. Бұл жайлау сенікі, Arman, деген еді бір күні. Мен қартайдым енді. Бұл жерді сенен артық ешкім басқара алмайды. Әрі біліміңмен, әрі жүрегіңмен. Arman Asqылыбайға ризашылықпен қараған еді. Сіз болмасаңыз, мен әлі де көшелерде бір ешкім едім, аға, деген еді. Siz mağan bir ömür berdiniz, bir bulaşak berdiniz. Sizge kança algыс айтсам da az. Arman universitetke ketkenden keyin de jaylaudy, және Asqılыбайды ешқашан ұмытпады. Айыр bir мүмкіндікте қайтып келіп, tulpar men sağınышын басып, Asqılыбайға жаңа үйренгендерін айтып беретін. Оқуын бітіргенде болса, үлкен қалалардағы тартымды жұмыс ұсыныстарын қабылдамай, жайлауға қайтып келді. Енді ол тек tulparды түсінетін бала ғана емес. Sonымен бірге заманауи ауыл шаруашылығы техникалармен жайлауды одан әрі дамытатын, жұмысшылардың құқықтарын қорғайтын, әділ және сүйікті башы еді. Asqılыбай өмірінің соңғы жылдарын үлкен тыныштық ішінде өткізді. Мұрасын сенімді құлдарға тапсырғанын білетін. Arman болса, оған тек ұл ғана емес, сонымен бірге жолдас болған еді. Tulpar қартайғанша Armanның ең адал досы болып қалды. Бірге талай күн батысын тамашалап, талай дала желіне қарсы шықты. Және олардың хикаясы қазақтың сол ежелгі жерінде ұрпақтан ұрпаққа айтылатын бір аңызға айналды. Бір көше баласының қайсарлығы, бір аттың жабайы рухы, және бір адамның қайта табылған жүрегінің хикаясы. Бұл хикая бізге ең үлкен байлықтың ақша немесе күш емес, сүйіспеншілік, түсіністік және үміт екенін сыбырлайтын. Және кейде, ең күтпеген сәттерде, ең күтпеген адамдардың өміріміздегі ең үлкен ғажайыптарды жасай алатынын еске салатын. Arman мен tulpardың бұл шабыттандыратын хикаясы үміт етеміз жүректеріңізге жеткен бола. Егер осындай үміт пен қайсарлыққа толы хикаялардың жалғасын көргіңіз келсе, арнамызға жазылуды, бұл видеоны ұнатуды және ойларыңызды пікірлерде бізбен бөлісуді ұмытпаңызды. Кім білет, мүмкін сіздің де айтатын осындай бір хикаяңыз бар шығар. Келесі видеода кездескенше.